Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен ата-аналарға, әсіресе ойын жасындағы балалары бар ата-аналарға қажетті ақпаратпен бөліскелі отырмын. Ең алдымен каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жазды күндері барлықтарымыздың балаларымыз таңнан кешке дейін күннің астында доп қуып ойнайтындығы мәлім. Ойын қызығына батып кеткен балалар күннің бастарынан өтіп кететіндігіне онша мән бере бермейді. Басынан күн өтіп, ішіне күн түскен баланың асқа тәбеті болмай, көзі кіртиіп, ойынға құлқы болмай, температурасы көтеріліп, басы солқылдап ауырады және де жүрек қағысы жиілеп, ештеңкеге зауқы болмай, көзі шүңірейіп жатып қалады. Балаңыздың басына осындай жағдай түссе, еш қорқудың қажеті жоқ. Оның емі шашыратқы. Басынан күн өтіп, ішіне күн түскен баланы шашыратқыға, яғни цикорий шөбінің тұнбасына шомылдырамыз. Ұйқыға жатар алдында түнде бір шелек суды қайнатып қойып қоямыз. Таң атқанша ол су салқындап тұрады. Қызуы көтеріліп тұрған балаға ешқандай дәріні берудің қажеті жоқ. Оның орнына қолдың айранын береміз және денесінің барлығын айранмен сылаймыз. Бұл жерде айран денедегі қызуды басады және ішектердегі ыстықты сорып алады және баланың өзіне нәр болып әл береді. Егер асқазанына ауыр тимесін десеңіз, айранға аздап су қосуға болады. Ертесіне күн көтерілмей жатып, таңертең ертерек тұрып, 200 грамм цикорий, яғни шашыратқы шөбін 2 литр су құйып қайнатамыз. 10-15 минут қайнаған шашыратқы тұнбасын кешегі түнде қайнатып қойған салқын суымыздың үстіне сүзіп құямыз. Ауырған баланы осы тұнбаға күн көтерілмей тұрып 7-10 минуттай жатқызып шомылдырамыз. Және бір айта кететін жайт, бұл су баланың барлық жеріне тиюі керек. Ешқандай сабынның, шампуньді қолданудың қажеті жоқ. Тек қана осы тұнбаға 7-10 минуттай денесінің барлық жеріне тигізіп баланы шомылдырып аламыз. Судан шыққан соң баланың үстін құрғатпай киімін кигіземіз да, бір кесе бал қосылған шайды беріп, баланы ұйқыға жатқызамыз. Осы емді жасағаннан кейін баланың солқылдаған басы қойып, температурасы түсіп, беті бер қарап, көзіне нұр біте бастайды. Ас ішпей, әбден әлсіреп, ішектері ыстықтан түйілген балаға құр суды, қою тамақты немесе мұздай қарбызды берудің қажеті жоқ. Оның орнына науат қосылған шай, ең жақсысы қайнатылған сорпа беру қажет. Есте сақтайтын жайт, шашыратқы шөбін ем үшін күн шықпай тұрып жинап алу керек және ауырған баланы да оның суына күн қатты көтеріліп кетпей тұрып шомылдыру керек. Ақпарат ауырмаңыз парақшасынан алынды. Кәделеріңізге жарайды деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын.